Тып-тыныш. Қарғаның дауысы ғана естіледі. Ассалаумағалейкум ағам. Марқа көлге бар жатыр едің? Бурабай? Жақсы. Қай жаққа дейін жеткізіп қаласың? Сарыөленге дейін. Сарыөлен деген ауыл бар. Ауылына бір 10 шақты километр орналасқан. Сол жердегі ауылға жеткізіп саламын. Жолда тұрған жолаушыға қол ұшын беру, көмектесу парыз ғой. Бұл жігіттің есімі Айдос. Ол Зайсанға бара жатыр. Мені жол бойындағы Қалжыр ауылына дейін жеткізіп салды. Қалжыр, шыбын-шіркейдің отаны. Масадан қорғайтын жақпа майын пайдалансам да, шіркейлер менің қанымды ішті. Күн ыстық болса да, бұл жемпірді киюге тура келеді. Ауыл тау жиегінде орналасқан. Жалпы мен бұл өңірден ұсқынсыз мекен көрмедім. Ал Марқа көлге жету үшін әлі қайда. Күннің ыстығы сонша, тіпті мына жерде арнайы белгіге де жазып қойыпты. Күндізгі 11 мен кешкі 9-ның аралығында температура 25 градустан жоғары болады. Тапқырлық. Асфальт. Көрдіңіз, еріп жатыр. Осы өңірдің тұрғындары Сұңғат пен Бауыржан мырзаға рахмет. Олар мен мақсатты мекеніме апарар жолды 60 километрге дейін қысқарттым. Ары қарай 1,5 сағат күтіп едім, тағы бір көлік табыла кетті. Міне, Қытай мен Қазақстанның шекарасы. Демек, көлге жетуімізге сәл қалды. Мына көріністі көріп, бағанағы еңбегімнің зая кетпегенін ұқтым. Дәл қазіргі көңіл күйімді ешқандай алтынға айырбастамас едім. Саяхаттаңыздар, өкінбейсіздер. Мен сәл мұңайып тұрмын, өйткені Марқа көлге әлі жеткен жоқпын. Көлік жоқ. Енді осы жерге шатырымды тігіп түнеймін. Бұл Диана және оның інісі, Ақжайлау тұрғындары. Расмет, нараз, расмет. Ё-моё! Ё-моё! Оказывается, Нара зират екен ғой. Күлетін жағдай емес та, негізі бірақ. Күлетін жағдай емес әрине. Кейін Диананың ата-анасы маған өз үйінің бір бөлмесін берді. Енді жақсылап тынығайын. Ертең көлге жететін шығармын.